636 есеп. Бөлшектерді алып қосамыз. Бұл жерде бізде ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімдер бірдей болу үшін, мынау бізде x квадрат минус 1 болу керек. Сол үшін минус таңбаны алдына шығарамыз. Бірінші бөлшекті сол күйі жазып қоямыз. X квадрат минус 1 а. Мынау енді плюс болады. X квадрат минус 1 болады. Енді бөлімдер бірдей болды. Бөлімдерін көшіріп жазып қоямыз. Минус 1 а қосу а. Қаратын ештеңе жоқ, осылай қалады. Екінші есепте де тура солай. Бірінші бөлшекті көшіріп жазып қоямыз. Квадрат минус b квадрат с қосылды. Енді бұл бізде минус болады. С квадрат минус b квадрат с минус d. Бөлімдер бірдей болды. Көшіріп жазамыз. С квадрат минус b квадрат. Алдындарын көшіреміз. С қосылды. Азайту с қосылды. С мен с қысқарып кетеді жойылып. Сонда бізде қалады 2d. b квадрат минус b квадрат. Екінші есебіміз бітті осымен. Келесі 3 бөлшекті азайтып қосамыз. Бұл жерде бізде өзгеше болып тұрған мынау, иә. Бұны минус 1-ге көбейтіп, минусты яғни бөлшектің алдына шығарып жібереміз. Сол кезде x минус y болады екен. Сөйтіп біз бөлімдерін бірдей қалдырамыз. Бірінші бөлшекті сол күйі көшіріп жазамыз. Екінші бөлшекті минус 1-ге көбейтіп өзгертіп жазамыз. Үшінші бөлшекті сол күйі көшіріп жазамыз. Енді бөлімдер бірдей болды. Көшіріп жазып қояйық. X минус y алдындары a плюс b плюс s. Қалады. Келесі төртінші есепте де тура солай. Бұл жерде де екінші бөлшек өзгеше болып тұр. Оны минус 1-ге көбейтіп минус таңбаны алдына шығарамыз. X плюс 1 енді плюс болады бұл жағдайда. A минус b x плюс 2 минус a минус b x минус 1 ең ортақ бөлімге келтіреміз. A минус b алымы бөлімі бірдей болғандықтан алымын сол күйі көшіріп жазамыз. X плюс 2 минус x плюс 1. Мына жерде минус болғандықтан алымындағы таңбалар қарама-қарсы өзгерді. X плюс болып тұрған минус болды, минус 1 плюс болды. Ары қарай a минус b. Енді ұқсас мүшелерін біріктіреміз. X плюс x. 2x одан 1x алып тастаймыз. X қалады. 1 қосу 2 3, оған 1 қосамыз 4. Келесі 6-37 есеп. Бірінші бөлшек 4x-тан 1 қосу 2y-тан 1 екен. Ортақ бөлімге келтіреміз. Бізде ортақ бөлім 4x y болады. Мына жерде тоқтауыш көбейткіш y. Мына жерде 2x. Y пен 1-ді көбейтеміз y, 2x пен 1-ді көбейтеміз 2x. Келесі 3a 9b дейді, ортақ бөлім болады бізде 9ab. Тоқтауыш көбейткіштері мына жерде 3b, мына жерде a. 3b мен 5-ді көбейтеміз 15b. Азайту 2 мен a-ны көбейтеміз 2a. Келесі үшінші есепте ортақ бөлім болады бізде ax bx дейді, яғни a bx болады ортақ бөлім. Мына жерде тоқтауыш көбейткіш b, мына жерде a. Онда b мен 2m-ді көбейтеміз 2m b болады. Қосу 3m a болады. Төртінші есепте ортақ бөлім n p болады. Тоқтауыш көбейткіш b, мына жерде n. 5a мен p-ны көбейтеміз 5a p. Азайту 3b n болады. Осымен 6-37 есебіміз шықты. Келесі есеп бізде 6-38. Ортақ бөлімге келтіреміз. a b a s. Енді бұл жерде a екеуіне де бар екен, сонда a b s болады. Тоқтауыш көбейткіші саған b. Sx плюс bx. Келесі екінші есеп. Ортақ бөлім x, y, z болады.
толықтауыш көйткіш z мынаған y. Мұнда az азайту py. Үшінші есеп a p x болады. Толықтауыш көйткіш p мынаған a. Мұнда 2 ен b қосу 3 ен a болады. Төртінші есеп ортақ бөлім ен p болады. Мына жерде толықтауыш көйткіш p, мына жерде ен. 5a болады көбейткен кезде, азайту 3 p ен болады. Осымен 638 есебіміз шықты.